Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге үй жағдайында езілмейтін, жабыспайтын осындай дәмді кеспелердің жасалу жолын көрсетемін. Бірге жасайық. Видеоны соңына дейін қараймыз. Осылай езілмей шығатын кеспелерді дайындаймыз. Ыдысымызға жарты пиала суымызды құямыз. Шай қасықпен ас тұзын қосамыз. Бір дана жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Қатты етіп қамырымызды илеп аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Басқа да пайдалы әрі жеңіл рецепттер бар. Осылай біркелкі болғанша илеп шығамыз. Иленген қамырымызды тағы да осылай илейміз үстелдің үстіне. Осылай көп илеген жағдайда бізде теп-тегіс езілмейтін қамырымыз шығады. Ал енді бірден жаюға кірісеміз, немесе тындырып қоюға болады. Ең бастысы осылай біркелкі болғанша илеп шығамыз. Ұнымызды сеуіп отырып жайып аламыз. Алдағы уақытта жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жайып болғаннан соң, кішкене уақытқа кептіріп қоямыз. Кескен кезде ыңғайлы болады. Ұнымызды көбірек сеуіп, оқтауымызбен орап, ортасынан кесеміз. Және осы бөліктерді 4 бөлікке бөліп аламыз. Дәл осы кеспелерімізді осылай жіңішке етіп кесеміз. Қалған бөліктерінде осылай майдалап кесіп аламыз. Үйлеріңізде ата-әжелеріңіз немесе кішкентай балапандарыңыз болса, осы кеспені жасап беріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Езілмейді, жабыспайды. Кептіріп қоюға да болады. Барлығын дайындап алдық. Осылай дәмді кеспе жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Назарларыңызға рахмет.